пайғамбарымыздың аузынан шыққан сөздің барлығы не? Мгм. Уахи. Иә, Уахи. Уахи ол 24-те 7 түсті ма? жоқ. Жоқ. Ал енді уахи тоқтаған кезде осы аралықта сахабалардың арасында жаңадан туындаған бір мәселелер болмады ма? Қарым-қатынас мәселелері болған жоқ па? Мәселе туындады ғой. Ал бұл мәселенің жауабын кімнен береді? Пайғамбар уахиді күтіп отырайын деген жоқ. Пайғамбарымыз ижтихат жасады. Уахи келмесе де ижтихат жасады. Ижтихат деген ізденіс қой, құрметті оқырман. Ізденіс жасады, өзі ізденіс. Иә. Пайғамбарымыздың ізденісі мен мына ғалымдардың ізденісі екі түрлі болады. Иә. Пайғамбардың ізденісі тек қиясқа негізделеді. Ана уахи өз алдын түскен аят соған негізделеді. Пайғамбарымыз уахи қияспен болады көбінесе. Ал ғұламалардың, мәзһаб ішінде ғұлама Абу Ханифалардың ізденісі неге қайтады? Алла тағаланың аятының мағынасы қандай ол жерде, бұл умум ба, хас па, муштарак па, муалл ма деген секілді арнайы зерттеу талап етеді. Ал пайғамбар олай істеген жоқ. Бәдір шайқасында пайғамбарымыз мұсылмандар тұтқын қалды. Тұтқын қалған кезде сол сахабалардың өздерінің нелері болды, туыстары болды. Өздеріне қарсы соғысқан туыстары болды. Сол кезде уахи келген жоқ. Пайғамбар сұрайды кімнен? Абу Бәкірден. Я Абу Бәкір, бұл мәселеге не дейсің деген кезде, фидия берсін дейді. Омар қасында, Омар сен не дейсің дейді. Жоқ, бұлардың жазасы өлім дейді. Тағы да бір сахабадан сұрайды. Соңында кімнің несін сөзін алады? Пайғамбарымыз Абу Бәкір Абу Бәкір радиаллаху анхудың сөзін алады. Фидиямен деп босаттады. Біраз уақыттан кейін уахи түседі. Омар радиаллаху анхудың сөзін алу керек еді деген мағынада уахи түседі. Яғни бұл жерде түсініп қалмаңыздар, пайғамбарымыз қателесті деп жоқ. Пайғамбарымыз абзалрағын таңдаған жоқ. Алғаш пәтуа берген, мұсылмандар ең алғаш пәтуа берген кім ол? Пайғамбарымыз. Ең алғаш ижтихат жасаған, мүжтәһид мұтлақ, яғни абсолютті деңгейде жеткен кім ол? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Негізін қалап